Армысыздар, құрметті көрермендер. Халық арасында электрик өмірде бір-ақ рет қателеседі деген сөз бар. Олай болса, өмірінде бір қателіктің өзін жібермеуге тырысатын арнайы сала мамандарымен бүгін сұхбаттасатын боламыз. Бүгін біз Жалағаш аудандық электр торабы мекемесіндеміз. Электр тоғын пайдалану барысында сіз бен біздің қауіпсіздігіміз үшін арнайы мамандардың кеңесіне құлақ түргеніміз жөн. Осыған орай Жалағаш аудандық электр торабы мекемесінің инженер маманы Еркін Ермекбайұлымен сұхбаттасамыз. Тұрғындардың қауіпсіздігіне байланысты бірінші неден тоқтың бәрі 220 киловатт болу керек үйдің ішінде. Сосын приборлардың бәрін бір точкаға қоса берсек, одан тұйықталып қалуы мүмкін. Сол себептен бір прибормен ғана пайдаланып отыру керек. Екіншіден, жаңа айтылғандай бәрі де қонаққа не кететін кезде приборлардың бәрін өшіріп, неғып кету керек. Қауіпсіздік үшін бәрі жердің астына кету керек. Тұрғындардың да арасында өз бетінше болгарка, басқа тоқ приборларды қосу нәтижесінде олардың бәрі қауіпсіздік ережесін бұзып, рұқсатсыз қосуға да болмайды ондай приборлардың бәрі. Сосын олар тоқтың күшейіп кетуіне байланысты өздеріне қауіп төндіреді. Ал ноутбук, компьютер қосқан кезде олардың бәрі ережесіне сай қосылу керек, олардың бәрі прибордың бәрі заземленный болу керек. Жер тұйықталған кезде жерге кету керек. Тоқтың бәрі цельный проводпен істелу керек. Егер ажырап қалған кезде балдар барып, ол жерді ұстаса, тоққа түсіп қалуы мүмкін. Бәрі жабық болады, проводтың бәрі үзік болмау керек. Жауаптарыңызға көп рахмет. Байқап қарасақ, мұнда біздің артымызда бір әдемі кескін орналасқан. Бұл сіздердің карталарыңыз ба? Толық түсіндіре кетсеңіз. Бірінші головной подстанция 220-35 Ом, сосын әр ауылда бір подстанция, 11 подстанция бар. Сұхбатыңызға көп рахмет. Біз бүгін Жалағаш аудандық электр торабы мекемесінің маманының кеңесін назарларыңызға ұсындық. Өз қауіпсіздігіңіз өз қолыңызда екенін естен шығармаңыз. Сіз өзіңіздің және отбасыңыздың құтқарушысы бола аласыз.